Біздің қазіргі депутаттық парламентте жүрген адамдардың жасына қарасаңыз, олар ұзақ уақыт бойы мемлекеттік қызметтерде әкім болған, басшы болған, салаларды меңгерушілері болған, министрліктерде жұмыс істеген министр болған адамдар. Енді осы адамдар қашан ауысады дегенді сұрақ қоятын болсақ, бұл адамдар сол жерге өмірінің соңына дейін жүруге бір бекініп алған адамдар сияқты. Кеткілері келмейді, кетейін деген ойлар жоқ. Кеше бір журналист Ізмұхамбетов деген 70-тен асып кеткен 74 жастағы бір депутатқа сіздің жасыңыз қанша десе 25-те дейді кекесімен. Әрине ол 25-те емес, 50-де емес, 60-те емес, 63-те пенсияға шығады адам. Енді соны кейбіреулер мақтап жатыр жаңағы. Бұл министр болған, Батыс Қазақстанда әкім болған, ғылым докторы деп қояды ол. Ғылымиден алғашқан адам ба? Ондай ғылым докторлары бізде жалған өтірік академиктер көп қой. Мына Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі экономика ғылымының кандидаты деп айтатын оппозицияда жүрген саясаткерлер. Техника ғылымының докторы дейді. Ал енді ол қай уақытта мектеп бітірмеген адам, соны қай уақытта жасады? Ол жасады, СПУ-ды бітіріп келгеннен кейін Украинаға барып, ол ана заводта жұмыс істеп жүріп, сол жерде вечерний мектеп деген бар, кешкі уақытта барып оқиды. Соны емтихан тапсырып жүріп, соны бітіреді, 10 жылдықтың аттестатын алады. Содан кейін оны заводтың жанында сырттай оқытатын ана оқулар бар, жаңағы инженердің оқуын, андайлардың оқуын. Соны оқуын оқыған сияқты. Одан кейін енді бүгін комсомол саласында қызмет істеп, өсіп қызмет жоғарылағаннан кейін, Алматы жаққа келгеннен кейін жаңағы бір таныстарымен бірігіп экономика мәселесінде кандидаттық жасаған сияқты. Одан кейін докторлық техника ғылымының докторы дейді. Бірақ ол кісі өзі айтпайды оны, жасырады. Неге айтпайды? Себебі оның жаңағындай сондай ғалым екенін білгеннен кейін адамдарды қай жерде қорғағанын біліп, ертең оның кімге жазғанын бәрін ашу мүмкін ғой адамдар. Содан кейін олар айтпайды. Мына Ізмұхамбетті доктормын деп қояды. Ол қайдағы доктор ол? Ол доктор болса ғылыми мекемеде неге жұмыс істемейді? Бұл жерде не қылып жүр сандалып? Міне осындай сұрақтар бар. Енді соны Ізмұхамбетті жақтап біреулер, оны мақтап, ана жерде бұл тәжірибесі көп деп қояды. Қандай тәжірибесі болуы мүмкін? Әкімге не тәжірибе керек ол? Біздің әкімдерді білесіздер ғой, қандай әкімдер екенін. Қолдан жасалған әкімдер ғой олардың көбі. Халықпен жұмыс істеуді білмейді көбі. Бұйрықтар беретін бір жандайшаптарды қойып қояды, болды, халықпен ешқандай қатынасы жоқ. Сол Ізмұхамбетов шешіпті деген бір мәселені естіген жоқпыз. Енді мына Тасмағамбет көтермелеп жатыр. Мына Бигелді Ғабдуллин деген бір орыс тілді журналист бар, жылп еткен. Сол Тасмағамбет мақтап жүрді. Ой, Тасмағамбеттің ана шаңырақта шаруасы жоқ, ол шаңырақты әкімдер біледі деп. Осы Тасмағамбет Алматы қаласында әкім болып тұрғанда сол шаңырақ оқиғасы болды ғой. Оны басқаша айтып, оған қатысы жоқ оның. Полицейлер жіберген Тасмағамбетов емес.
Ол өзü başgaday bir okuyga bolgan, onun katçy ýok dep. Birim-biri korgaçlap muna eee jurnalistlerden bir ötürk faktilerdi alıp bir adamlardyň bedelini gorgaýym dep taşlanyp ýürgen bir ýatşar o da. Şundy gaçyp ýatgan jurnalistler köp bizniň jurnalistlerdiň arasynda. Tamaşa jurnalistler bar, azat eňge geçip ýürgen. Birak endi şonu keýbireýleri alat da birewleriň janagı nesi üçin bedelini gorgaýym dep öz gadyrlaryny özleri getirip ýüredi-de halkyň aldynda. Soň kim bul jurnalist degen bir özü ýek söýleýän şetinen bir satymsak bir derejesi bar adamdardy görse solardy ýaktap, solardy aktap şoguga tyrşyp ýüreden adam retinde göz aldyna keltiretdi bulardyň sözüne de isine de şenbeýdim bolat. Soňdan jurnalist bawurlaryň anlaýlaryny goýunlar. Dürüst goýdy jurnalist meseleni. 70'den askandan keyin kanday jumyş bolur mümkin? Dem almaýdan adam bolsa onda bular temirden jaralgan adamlar ma bular. Buna Жазушlar Odagynyň töregasy bar, Meleke Kulkemp diýen. Oppozisiýa degen bolmag gerek diýdi. Sonda любой nersede oppozisiýa bolat. Misaly birew birdeňени aýtyp oturgan кезде men başgaça oýlap otursam, men oňa opponentmin. Men başgaça oýlaým. Tura solay oýlaga men mindetli emesmin. Hyzmetde de solay. Sonda başgaça oýlaýan adamlardyň bäri nemeni? Olar tiyep poýzga tiyep bir jaka aparyp taşlaw gerekmi? Olарды ömürsürýär gerek, olарды köz garasyny delildew gerek. Mene oşunday meselelerde eskirip baganda kommunistik rejimden çykan kommunistlerde köz garasy bilen ömür sürge bolmaýt. Jaňaryw gerek adam degen, jaňaryw gerek. Deputatlar jaňaryw gerek. Burunky eski deputatlar, burunky kommunistler orundardy boşatyw gerek.